Ассалаумалейкумдер. Мына УАЗ-2107 семерка. Мына фардың ішіне диод үй салдық. Былай зажигание қосқан кезде автоматты түрде жанады. Подпарник қосқан кезде автоматты түрде сөнеді. Оны біз қалай жалғадық? Оны біз деген мына фардың ішін шешіп алдық. Мына фарды 3 саморезбен тұрады. Мына біріншісі, мына екіншісі, міне үшіншісі. Осыны шешсең, мына фар бері қарай шығады. Содан кейін бетін шешіп аласың. Мынау жаңағы герметикпен тұрады. Герметигін шешіп алсаң, мынау бері қарай алынады. Мына қапталды сондай дәл солай қылып аласың. Соны мен через реле жалғадым. Релемен жалғасаң да болады. Бұлай релесіз жалғасаң да болады. Негізі релемен жалғаған дұрыс болады. Міне, мына подпарниктің фазысына, мына ледтің нөлін бересің. Мына фазысына, мына реленің фазысына бересің. Қазір оны жағып көрсетейік. Қазір міне, ұшқа замокты қосқан кезде ана неден дауыс шығады. Контакт қосады реле. Міне, тық. Дауыс шықты ма, қосылды. Енді қазір көрейік, лед жана ма? О, міне жанып тұр. Міне, қандай әдемі. Анау безопасностьте болады да. Мына сыртына жабыстырып қоюға да болады. Негізі ішіне салған дұрыс болады. Ішіне су тимейді, әрі көпке кетеді. Жану мерзімі да. Міне мына жағы да сондай. Қазір біз подпарникті қосамыз. Подпарник қосқан кезде сөну керек. Қазір міне мына подпарниктің кнопкасы. Міне подпарникті қостым. Замок ашық тұр бәрі. Міне подпарник жанып тұр. Лед сөніп тұр. Міне осылай жалғап қойсаң, фар жағып жүрудің қажеті жоқ. Ана күндізгі дықо деп айтады ғой. Күндізгі жарық шаммен жанып тұрады. Міне осылай қылып жасап алсаңдар болады. Жігіттер, комментарий жазамыз. Түсінбеген сұрақтарың болса, личкіге шығыңдар.